Ассалаумағалейкум, құрметті шаруа қауым. Бүгін міне біз Құрманбек бауырымыздың үйінде қонақтамыз. Құрманбек бауырымыз осы қомағай жем шөп тартқыш аппаратын сатып алып, осы жұмыс істеп жатыр екен. Соған келіп, міне қызығып, осыны біліп қайтайық деп қайттық. Құрманбек, ассалаумағалейкум. Жақсы, рахмет. Құрманбек, осы сіз қомағай аппаратын сатып алыпсыз. Осы қомағай туралы бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіз. Осыны неге сіз қомағайды алдыңыз? Неге осыған тоқтадыңыз? Неге десеңіз, қазір нарық заманы, нарықта қазір Ресей, Қытай, түрік, тағы да басқа елдерден, Украинадан, тағы басқа елдерден келіп жатқан осындай аппараттары бар. Одан басқа тағы да өзіміздің, Құдайға шүкір, Қазақстан дамып келе жатыр. Қазақстанның өзіміздің инженерлерін өздері жасап жатқандар, қолдан жасап жатыр, бірталай цехтар жасап жатыр. Бірақ сіз осы қомағайға тоқтап, қомағайды алыпсыз. Осыған бір себеп бар шығар. Сол себебіңізді айтып, осыған өзіңіздің бір пікіріңізді айтып кетсеңіз. Бұл қомағай аппаратын мен Instagram желісінен, жаңағы Малтау KZ сайтынан көрдім. Енді біз шөп бәрін сатып алатын болғандықтан бізге осындай бір турайтын, жаңа кәшек қалмайтындай бір аппарат керек болды. Соны көріп қызықтым. Өткен жылы қазан айында сатып алдым барып. Бұның енді ерекшелігі, бұл біріншіден жаңағы шөп турайды. Жоңышқа, шөп, жай шөп болсын, жаңа жүгері болсын, бәрін турайды сабағын. Екіншіден, бұл жаңағы бидай, жүгері, арпа, сол дәнді дақылдардың бәрін турайды. Үшіншіден жаңағы бұның тағы бір ерекшелігі, бүтіндей жаңағы жүгеріні бүтіндей турауға болады. Качанмен турауға болады. Соған қызықтым, әмбесі өзімізде жасалған. Отандық өнім, жаңағы жұмыс істеу несі бәрі жақсы екен. Ыңғайлы ма? Иә, двигательдерінің моторының күші де мықты екен. Сосын жылдам турайды. Солған қызығып алдым. Қазір енді бір жыл болады қазан айында. Ешқандай бұған бір нем жоқ. Ренішім жоқ. Ренішім жоқ, иә. Өзіңіз енді былай қарағанда осыған салған ақшаңызды ақтап алдыңыз ғой енді. Ешқандай тоқтамай, ауырмай, сырқамай деген сияқты бұл тоқтамай жұмыс істеп жатқан қомағай ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Енді міне бұл қысы жазы тоқтамайды, осылай жұмыс істейді. Біз енді көп жағдайда шөп сатып алатын болғандықтан кішкене отход көп шығып қалады. Бірінші соған эконом, екінші малға да жақсы. Кебек араластырып берсеңізде, жаңағы жүгері, бидай араластырып бере берсеңізде бәріне ыңғайлы. Әрі қара малына жақсы негіз. Ал мына шөпті турап жатырсыз. Мұнан малдың осыны жеп азықтануы қалай болып жатыр? Осы барлығын кәшек қалдыра ма, қалдырмай ма? Былай қараса енді уақ жақсы туралған екен. Мына пышағы да жақсы көрінеді. Сонысына қарағанда кәшек қалмайтын шығар. Иә, бұдан бір жақсы кәшек қалмайды. Екіншіден осы турағанның бәрін мал жеп қояды. Жеп қояды, бәрін жейді. Ал енді құрметті қауым, қазір бізге Құрманбек осы қомағайдың жұмыс істеуін біраз көрсетіп жібереді.
қомағай десе қомағай екен. Құрметті шаруа қауым, өздеріңіз көрдіңіздер. Қомағайдың жұмыс істегені керемет. Өзінің тураған көбінің міне фракциясын қарасаңыз өте уақ, малға жеуге өте ыңғайлы, жақсы, жұмсақ, керемет екен. Ал жаңа енді Құрманбек бауырымыздың өзінің пікірінде естідіңіздер, көрдіңіздер. Осындай қомағай алам десеңіздер, мына телефонмен хабарласыңыздар. 707-408-1800 жазып алыңыздар. Осы телефонмен хабарласып, не болмаса Малтабу KZ сайтына тіркеліңіздер. Малтабу сайтының өзінің қосымшасын жүктеп алыңыздар өздеріңіздің телефондарыңызға. Сол арқылы өздеріңізге заказ жасасаңыздар болады. Бүкіл Қазақстан бойынша сіздерге сол заказдарыңызды өздеріңізге жібереді. Құрметті қауым, осындай қомағай аппаратын ұтып аламын десеңіздер, әр сәрсенбі сайын Қазақ радиосында, Аграрлы Қазақстан программасында Анас бауырымызбен бірге осыған ойынға, осындай ұтысқа қатысыңыздар. Ол Аграрлы Қазақстанда бас жүлде ол жылқы, бір соғым, қомағай аппараты, шмелі аппараты ойнатылады. Соған қатысыңыздар, бізбен бірге ойнаңыздар. Сіздермен бірге болған Малтабу KZ. Сіздерге көп-көп рахмет. Құрманбек, сізге көп рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Сіңіз алға баса берсін, мал басы көбейе берсін. Мал таба беріңіз. Жақсы, сау болыңыз.